10 сынып ТЖБ 4-90. Жалпы тыңдалым бойынша бізде бір мұғалімнің өзінің сыныбына айтып жатқан хабарландыруынан бір үзінді болады, және біз сіздермен мына 6 сұраққа жауап беруіміз қажет сол тыңдалым бойынша. Ең бірінші сұрақ: Where do most of the images displayed in the planetarium come from? Яғни планетариумдағы көрсетіліп тұрған суреттердің көп бөлігі бізде қай жақтан келеді? From telescopes in space, яғни Хаббл, именно осы телескоп Хаббл деп аталатын телескоптан келеді деп айтылады негізі тыңдалым бойынша. Келесі: What will the students experience at the planetarium? Яғни планетариумда жаңағы оқушылар не жасайды, не істейді олар? Олар ғарышқа не жасайды? Виртуалды саяхат жасайды. Значит, бізде B жауабы дұрыс болады. Келесі, үшінші сұрақ бойынша, what does the teacher say about the school project? Яғни, мұғалім мектепте болып жатқан жаңағы проект туралы не айтты? Олар айтты, мүмкіндігінше не болу керек? Реалистик, яғни шынайы болу керек. Шынымен де сол ғарышқа саяхат жасап жатқан сияқты, ғарышта белгілі бір нәрселерді исследовать етіп жүрген сияқты шынайы болу қажет деп жатты біздің неміз жаңағы проектіміз. Келесі, төртінші сұрақ: Why is the teacher talking to the class? Яғни сынып пен мұғалім не үшін сөйлесіп жатыр? Ол кісі бізге егжей-тегжейлі, to discuss a school excursion, яғни экскурсияны түсіндіріп жатыр. Егжей-тегжейлі түсіндіріп беріп жатыр. Келесі: What does the teacher mean when she says try to be as in-depth as possible? Яғни тереңірек, как можно тереңірек зерттеуге тырысыңыздар деп жатыр. Яғни тереңірек дегеніміз ол бізде как можно больше ақпарат жинаңыздар деген мағынада. The students should gather plenty of information. Жауабы бізде дұрыс болады. Тереңірек, көбірек ақпарат жинау мағынасымен. Келесі, алтыншы сұрақта answer the question, what did the teacher want the children to do during the excursion to the planetarium? Яғни планетариумға барған кезде, мұғалімдерден, оқушылардан мұғалім не істегенін қалап жатыр. Ол кісі жаңағы зерттеушілер басқа планеталарды, алыс жақтағы планеталарды зерттеу үшін қандай технологияларды, не нәрсені қолданғандарын біліп, яғни соларды тапса екен, соларды іздестірсе екен, соларды қарастырса екен, соларды түсінсе екен деп көрсеткісі келіп жатыр. Яғни біз бұл сөйлемді қалай жазамыз? The teacher wanted them to find out, find out тапса, яғни зерттесе деген мағынада. What kind of technology? What kind of technology scientists used to study far away деп айтайық, алыстағы планеталарды. Far away planets дейікті. Бұл сөйлемді біз немен жазып қойық? Жирный шрифтпен жазып қойық. Деп біз сіздермен 6-шы сұраққа жауап береміз. Келесі, reading part бойынша бізде не берілген? Сөйлем берілген. NASA тексті бойынша біз сіздермен true, false белгілеп шығуымыз қажет. Ең бірінші сұрақ: NASA has received its biggest ever number of applicants for jobs. Яғни бізде бұл true болады. Себебі бізде текстте не туралы айтқан? A record number деген. Яғни рекордный число. Нелер NASA-ға жұмысқа тұруға, белгілі бір программаға жұмысқа тұруға нелер берілді? Жұмысшылар өздерінің резюмелерін жіберді деген мағынада. Келесі: It will take NASA, яғни 1,5 жыл деген мағынада, years to choose the best applicants. Бізде true болады, себебі сөйлемде 18 ай деп берілген. 18 ай дегеніміз 1 жыл және келесі жылдың 2-ден 1 бөлігі, жартысы деген мағынада. 1.5 деп айтуға болады біз бұл сөзді бізде. Келесі:
Үшінші сұрақ. NASA will announce the successful job applicants in 2018-де дейді, иә? Бізде 2018-де емес, 2017-нің ортасында деп берген. Бізде сөйлем бойынша біз бұл сөйлемді false деп аламыз. Келесі ол бізде applicants will have to go into a pool and rise up дейді. Яғни неге бассейнге түсу керек деп жатыр. Бірақ бұл жерде бізде pool сөзі топ үміткерлер тобы деген мағынада берілген, иә? Так, сол сөйлемді табайық. Pool of incredible applicants дегеніміз, яғни өте көп үміткерлер тобының арасынан шығу керек деген мағынада, иә? Келесі, the top applicants will be interviewed at Cape Canaveral in Florida. Флоридада емес, Texas, Houstonда деп айтылады. Текст бойынша бізде бұл false болады. Так, ол қай жерде бізде? Вот. At the Johnson Space Center in Houston, Texas. Так, келесі. Мынау бізде false болады. Келесі соңғымыз. The applicants will learn spacewalking after 2 years of training дейді. Яғни кейін 2 жыл тренировкадан кейін, 2 жыл қандайды бір дайындықтан өткеннен кейін деп берілген. Бірақ бізде сөйлемде they will learn skills, яғни уже сол 2 жылдың ішінде, иә, spacewalking уже не істеп қояды, сол дайындықтың ішіне кіреді, 2 жыл дайындықтың ішіне кіріп кетеді. Сол себепті де бізде false болады.